Сіз алдыңызда екі оқушыңыз келді, бір ұл, бір қыз. Екеуіңіз айтқыңыз келеді. Вы оба молодцы деп айтқыңыз келеді. Сол кезде қалай ойлайсыз? Оба ма? Обе ма? Тақырып біле осы оба, обе деп айтқан сөздер. Оба молодцы дейді, немесе оба пришли, оба не пришли. Обе дегенде ол екеуде деген сөз, екеуде жарайсыңдар, екеуде біз қатты басқа тұрмаймыз. Орыс тілі әр сөзді жаңа алдында айтып өткендей родқа бөледі, мужской, женский, средний деп. Соларға байланысты мына сөздерді бөлінеді. Мен мына видеода түсіндіргенмін мужской, средний, женский родтардың қалай аяқталатынын. Сондықтан егер де сіз родтарды білмесеңіз, мынаны сіз шатастыра бересіз. Егер де родтарды білсеңіз, онда сізге ары оп-оңай болады. Ал онда кеттік. Женский родқа жатқандардың бәрі 2. Мужской родқа жататын сөздердің бәрі 2. Дәл солай оба, обе деп бөлінеді. Обаға келтірсек, оба брата учится в школе, обе сестры учатся в школе. Немесе тағы да стол деген сөздің өзін алсақ, стол, бұл мужской род. Оба деп айтасыз. Яғни екі столды да сатып аламын. Мысалы, компьютер деп айтады. Мысалы, дүкеннен бар компьютер сатып алып жатсаңыз, қайсысын алатын болдыңыз деп сұраса, сізге оба десеңіз де болады. Екі компьютерде де, яғни екеуін де аламын деген сөз. Компьютер мужской род. Женский родпен алсақ, сумка. Дүкенге барып сумка алып жатсаңыз, мысалы айтасыз, екі сумка сізге көрсетіп, қайсысын алып, қайсысын алатын болдыңыз деп жатса, мысалы, обе деп айтасыз. Екеуін де аламын десе, обе женский род. Өйткені сумка деген сөздің өзі женский род. Енді тағы да мынандай болып қалуы мүмкін, мысалы. Сіз алдыңызда екі оқушыңыз келді, бір ұл, бір қыз. Екеуіңіз айтқыңыз келеді. Вы оба молодцы деп айтқыңыз келеді. Сол кезде қалай ойлайсыз? Оба ма? Обе ма? Егер де екеуі де бірдей келеді, мысалы, обе пришли, қыз бен ұл келсе, оба пришли деп қыз бен ұл келсе, ол кезде былай айтасыз. Ол кезде мужской родпен сөйлейсіз. Қыз бен ұл болсын, қыздың жолы жіңішке дейсіз да, ұлдың сөзімен сөйлейсіз. Оба пришли, вы оба молодцы деп. Яғни алдыңызда қыз да, ұл да тұрса да, сіз мужской родпен сөйлейсіз. Оба молодцы. Яғни бұл сондай бір қатты қиын тақырып емес. Обе деп шатастырып сөйлесеңіз де бір сондай бір катастрофа болып кетпейді. Ештеңе болмайды, бәрісі түсінеді. Бірақ та сауатты сөйлегенге не жетсін, Видео ұнаса лайк басамыз, ұнамаса да не үшін ұнамаған пікірге жазып кетіңіз, біз түзелеміз, оқимыз, бәрқайсысын. Қандай да бір тақырып жаңа айтып кеткендей түсініксіз болып жатса, сұраңыз, сол тақырыпқа біз видео түсіреміз. Егер де көп сұраныс болып жатса. Келесі кездескенше ұялмаңыздар, жазыңыздар, лайк басыңыздар. Сіздерді тағы да бір қолдаған үшін сіздерге мында бір рахмет. Сау болыңыздар.